Желіде жақсы жаңалық, тезірек көріңіздер. Бұл жаңалық үшін видеомыз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, видеомызға лайк басуды ұмытпаңыз. Мемлекет басшысы бастаманы ұсынғанда балалар қанша қаражат алады деген сұрау қызық талқыланған еді. Президенттің сол кездегі баспасөз хатшысы Руслан Желдібай қаражат көлемін бірден айтқан болатын. Президент бастамасымен ұлттық қор балаларға жаңа бағдарламасы іске қосылады. Оған сәйкес 2024 жылдан бастап ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысында 50% 18 жасқа толған балалардың арнаулы есеп шотына аударылады. Ол қаржы балалар кәмелет жасына толған соң олардың баспана немесе білім алуына жұмсалады. Үкімет пен ұлттық банктің есебінше әрі еліміздің жыл сайын шамамен 400 мың сәби дүниеге келетінін ескерсек, 18 жасқа толғанша қазақстандықтар әр баланың есеп шотына кем дегенде $3000 тең қаражат жиналады дейді Руслан Желдібай. Қаржы министрлігінің мәліметіне сүйенсек, ұлттық қор құрылғалы бері 25,5 триллион теңгеден астам инвестициялық табыс тауыпты. Оның шамамен 77% немесе 19,8 триллион теңгесі валюта бағамының айырмасынан түскен, яғни долларға шаққандағы теңгені девальвациялаудан түскен қаржы. Видеомыз кеңінен таралып, басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.